Ауыл өмірі табиғатпен үндескен тыныштық пен қарапайымдылықтың мекені. Мұнда уақыт баяу жылжып, адамдар бір-біріне туыс секілді жақын. Ауылда әр күн жаңа оқиға, жаңа тәжірибе. Сәлем, менің YouTube каналымның көрермендері, жаңадан қосылған жандар, қош келдіңіздер деймін. Күн шығысымен оянып, шай ішіп, жолдасым екеуміз мал жаққа қырдың басына келдік. Сөйтіп, бүгін сәті түсіп, қоршау орнын белгілеп, бағаналар үшін шұңқырлар қаздық. Оны трактормен қазамыз. Қазір шұңқырларды алдағы видеода көретін боласыздар. Арасын 3 метр етіп өлшеп алып, әр шұңқырды 80 сантиметр тереңдікте қазып алып, сосын трактор кіру үшін ыңғайлы қақпа жасадық. Оңай жұмыс емес әрине. Сол күні қатты жел де болды, бірақ арасында тамақтанып, әлденіп алуды да ұмытпадық. Нанын бірге қосып же. Қысқаша каналыма тоқталып кететін болсам, жалпы каналым қазақша, видеоларымда қазақша, әмбебап канал деп те айтса болады. Көбіне ауылда дайындалатын тағамдар, қазақтың ұмыт болған дәмді астары, түрлі лайфхактар және ауылдың тұрмыс тіршілігі жайында. Мана айтып өткендей, шұңқырларды осы трактордың көмегімен тез әрі оңай етіп қазып алдық. Малдың қыста жейтін азығын қоршамасақ болмайын деп тұр. Көрші ауылдың сиыры, жылқысы келіп, тыным бермей шөпті жеп, одан қалды шашып мазамызды алды. Ал менің құрметті көрермендерім, егер де видеоларым ұнап жатса, тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді тастап кетсеңіздер болады. Қоршаудың қалай шыққаны қызық болса, видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін.